Олай болмайды. Қазір ондай заман емес. Қазір шуылдайтындардың заманы. Қазір көрінетіндердің заманы. Сен қанша жылдық бизнесте жұмыс жасаған рөл ойнамайды. Қазір жастар шығады, ұялмайды олар, беттері қалың. Не істейді? Уа деп тиктокқа кіреді да, міне менде товардың бәрі бар, менде арзан, менен алыңдар деп анау стримға шығады. Одан кейін жаңа не істейді? Инстаграмға көрінеді, жеке бренд дамытады, парақшасын дамытады. Сенің саудаңның бәрін, клиенттің бәрін алып кетеді. Сондықтан қазіргі заман ұялшақтардың заманы емес. Ұялшақсың ба? Онда маркетинг бөлімін жаса, ақша сал. Егер ұялмайсың ба, қабілетің бар ма, сөйлеуге духың жете ма, немесе қазір бюджетке ақшаң жоқ па, үлкенірек, онда өзің шығу керексің, көріну керексің. Қазір ең қымбат нәрсе товар емес, мына нәрсе болып бара жатыр. Кім түрін көп көрсетеді, кім түрі арқылы сата алады, сол ең арзан клиентті сол әкеле алады. Блогерге ақша бергеннен гөрі, одан қайта өзіңді былай айтқанда, сол блогерге беретін ақшаны өзің жеке брендіңді дамыт, сол арқылы өзің күшті, одан қайта. Өзіңе саласамайсың ба? Әдем болып жүрсен де, сен де жарқырап жүр, күшті киімдер киіп ал, әдем машина мініп ал, жарқырап көрін. Сенің сол жүрісің, әдемі жүрісің, әдемі көрінісің, клиенттер тартады олды, білесіңдер ма? Вот сондықтан, вот маркетинг деп отқан немізде осындай каналдарың көп болу керек сендердің. Или арасында барлықтарың беттерің ана жұқама, ұялшақсыңдар ма бәрілерің? Мен де қып-қызыл ұялшақ болғам, мен де қысылдым. Давайте кеттік ары қарай. Айта берсең әңгіме көп маркетинг бойынша. Бір кейс айтайын да сіздерге. Именно маркетингке жатып алған, басына маркетингті түсінбей, маркетингті білмей жүрген кәсіпкер, есімі Бағлан деген жігіт. Бағлан Махан деген Туруан компаниясы негізін қалаушы. Қазіргі таңда 3 миллиард оборот жасап отыр. Бұл жігітте қалай болады? Бірінші келген кезде Әлем Тайрс деген анау төбеде тұр. Әлем Тайрс деген компания болып келеді. Сөйтеді 550 подписчик ғана бар. Маркетинг жоқ, жүйе жоқ, өсу стратегиясын түсінбейді. 80 квадраттық точка бар. И айтады, мәке, мен осы уақытқа дейін көтеретін нәрсенің бәрін көтердім. Жеткізетін жерге шейін жеткіздім. Мен өзім базардан жаңа еңбегіммен шыққан кәсіпкермін. Ары қарай маған өсу керек, ары қарай маған даму керек. Маған былай айтқан кезде қазір нарықты жаруым керек. Все, мен уже 10 жыл болды почти жүргенде бұл саладағы. Маған өсетін уақыт келді деп келді. Сөйттік та полностью не істедік? Атын өзгертуден бастадық. Әлем Тайрс емес, Туруан деп өзгерттік. Туран дегенге келеді, Туруан дегенге келеді, Формула 1 деген келеді. Сөйтіп қосып, осылай. Қазіргі таңда 30-нан астам уже подписчигі бар. 2000 квадраттық бизнеске айналды. Толық ребрендинг жасалынды. Міне маркетингті түсінді бұл кісі. Содан бастап, уже пландар көбейе бастады. Оказывается, кәсіпкер уже кішкене маркетингке ақша салып, нәтижесін көргеннен бастап, энергия келеді екен оған. Кәдімгідей, мәке кеттік давай, Қытайға деді ғой. Барып, сол жақтан бір Қазақстандағы аналардан оптовиктен алып сатуға шаршадып, давай Қытайға барайық, дистрибуция алайық деп. Сөйттік та, сонымен келіп, сонымен дистрибуция алып келдік, Шауянг деген дөңгелекті. Радиоға берді жарнаманы, Инстаграм ұстады, Тугисқа салды, тиктокқа тікелей эфирларға мамандар қойды, ютубты қосты, біртіндеп автошоуларға қатыса бастады. Осылардың барлығын жасап қойып тұр, маркетинг қолға алып тұр, нарықты шуылдатты. Бірінші жылдың өзіне сразу плюсқа шықты. Өйткені ол нарықта көбінесе маркетингке ақша салмайтын, маркетингті жүргізе алмайтын динозавр кәсіпкерлер көбейіп кеткен. Сондай болып қалған шина саласында. Сөйтіп оған тоқтаған жоқ. Уже кәсіпкер, уже маркетингтің дәмін сезген кәсіпкер тоқтай ма? Тоқтамайды, конечно. Сөйтеді да уже блогерларды амбассадор қылып жалдап, уже ақша төлей бастады. Яғни міне Олжас Оқас деген жігіт бар, көбіңіз танитын шығарсыздар, YouTube каналында мықты контенттер жасайды. Осыны амбассадор қылып алды. Одан бөлек шетелге шыға бастады. Сондықтан мен айтам, кәсіпкерсің бе, шетелге шығу керексің. Өзіңнің шетелдегі конкуренттерің, сенің шетелдегі аналогтарың кім мықты жұмыс жүргізіп жатыр, солардан идея ұрлау керексің. Қалай жүр, маркетинг қалай жүргізіп жатыр, қалай сату командасын қойған, бренд қалай жүргізіп жатыр. Сондықтан кәсіпкер жылына 2 рет шетелге шықпайсың ба, дамымайсың, сразу айтайын сендерге. Тоқтап қаласыңдар сразу. Вот осылай шетелдерге шығып, өте күшейіп кетті. И нәтижесінде ары қарай омен бір амбассадормен тоқтаған жоқ. Уже екінші амбассадор ала бастады. Ол жігіттер көбісі BMW қызығатындар біледі. Сержан Құмарбек деген жігіт бар. Мықты именно TikTok жүргізеді, қазіргі Instagram жүргізеді. Соны кәдімгідей и амбассадор, и франшиза алып айтқан кезде соған сатып, қазір өзіне командасына қосып алды. Мықтылардың бәрі ақша болған сайын мықтылар тарта беру керек қой. Ақша күшейген сайын, уже мықты болған сайын мықты командаға, мамандарды тартып, жете алмайтындай конкуренттеріңе жеткізбейтіндей болып кету керексіңдер да. Сол кезде өсу болады, сол кезде даму болады. И нәтижесіне шүкір, Бағлан мырза, машина, шетел, үй, барлығынан проблема жоқ. Вот осындай. Яғни маркетингтің күшін сезінген кәсіпкер ол тоқтамайды.
ол уже ары қарай оны түсінеді. Маркетинг ол шығын емес, маркетинг ол инвестиция, достар. Ал енді давайте ары қарай кеттік. Үшіншісі ақша. Ол сату бөлімінің жемісі. Ақша, яғни сіз көп табыс